term cancel culture is everywhere. Cancel culture. 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 Соңғы жылдары Қазақстанда әлеуметтік желілердің рөлі түбегейлі өзгерді. Бұрын олар пікір алмасу алаңы болса, қазір қоғамдық бағалау мен беделді айқындайтын басты құралға айналды. Қоғамдық резонанс тудырған кез келген сөз немесе әрекет тез таралып, нақты салдарға келуі мүмкін. Осы өзгерістер аясында cancel мәдениеті ұғымы жиі қолданылатын болды. Бұл қоғам белгілі бір тұлғаға немесе ұйымға моральдық тұрғыдан баға беріп, одан жаппай бас тарту үрдісі. Көп жағдайда ол бойкот, жария айыптау немесе қоғамдық қысым арқылы көрініс табады. Бір қарағанда мұндай әрекеттер әлеуметтік жауапкершілікті арттыратын құрал сияқты көрінеді. Қоғамдық назардың күшеюі танымал тұлғалардың әр сөзі мен қадамының салдарын ескеруге мәжбүр етеді. Алайда cancel мәдениеті орныққан сайын ол жауапкершіліктен бөлек қысым көрсетуге ұласатын өзге қырында көрсетеді. Цифрлық кеңістіктің жылдамдығы мен эмоцияға бейімділігі кейде құқықтық негізі жоқ айыптаулардың көбеюіне жол ашады. Бір ғана жазба немесе бұрынғы мәлімдеме адамның кәсіби беделіне, мансабына және жеке өміріне елеулі зиян келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда қоғамдық айыптау көбіне заңнан емес, моральдық эмоциядан туындайды. Cancel мәдениеті алғаш рет 2010 жылдары ақш-та кеңінен таралды. Әлеуметтік желілердің дамуы бұл құбылысты жүйелі сипатқа жеткізді. Харви Вайнштейн ісі қоғамның үнсіз қалмай нақты әрекетке көшу мүмкін екенін көрсетті. Бұл оқиға Me Too қозғалысының пайда болуына түрткі болып, қоғамдық қысымның заңды салдарға ұласуы ықтимал екенін дәлелдеді. Алайда кейінгі тәжірибе cancel мәдениеттің шектен тыс қолданылуы да бар екенін көрсетті. Кейбір жағдайларда қоғам эмоцияға беріліп, сот шешіміне дейін адамды айыпты деп жариялайды. Әзілкеш Кевин Харттың бұрынғы әзілдері үшін кәсіби мүмкіндіктерінен айырылуы, немесе актер Джонни Депптің сотқа дейінгі беделінен айырылуы осының мысалы. Қазақстандағы cancel мәдениетінің басты ерекшелігі эмоциялық фактордың басымдылығы. Қоғамдық пікір көбіне қысқа уақытта қалыптасып, терең талдаусыз шешімге ұласады. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бұл үрдіске ерекше назар аударады. Оның айтуынша әлеуметтік желілер азаматтық белсенділіктің көрінісі болғанмен кейде қысым көрсету мен келек ету құралына айналып барады. Бір қарағанда бұл азаматтық белсенділік сияқты көрінеді. Алайда эмоцияның жетегінде кету қоғамдағы алауыздықты күшейтеді. Әділетсіздікпен күресеміз деп, одан да ауыр әділетсіздікке жол бермеу маңызды. Саясаттанушы Ғазиз Әбішев cancel мәдениетінің табиғи қоғамдық үрдіс ретінде емес, қысым көрсету формасы ретінде бағалайды. Егер қоғам белгілі бір адамды шынымен қабылдамаса, ол өздігінен ақ қоғамдық кеңістіктен шеттетіледі. Арнайы ұйымдастырылған cancel науқандары шағын топтың өз көзқарасын көпшілікке күшпен таңу әрекеті. Оның пікірінше моральдық қысым, масқаралау және қорқыту мәдениеттен емес фанатизмнің белгісі. Мұндай тәсілдер қоғамды біріктірмей, керісінше бөлшектейді. Пиар маманы Салтанат Әскербекқызы cancel мәдениетін тек қауіп ретінде емес, дұрыс басқарылса мүмкіндік ретінде де қарастыруға болатынын айтады. Әлеуметтік желідегі сыннан қашу мүмкін емес, бірақ дұрыс коммуникация, эмоцияны бақылау және дер кезінде реакция беру арқылы дағдарысты басқаруға болады. Оның айтуынша, Қазақстандағы cancel мәдениеті ұлттық дәстүрдегі ұят пен қоғамдық мораль ұғымымен де сабақтас. Бұрын қоғам адам әрекетіне ауызша баға берсе, бүгінде бұл үрдіс цифрлық кеңістікке көшкен. Cancel мәдениеті цифрлық дәуірдің күрделі әрі көп қырлы құбылысы. Ол бір жағынан қоғамдық жауапкершілікті арттырса, екінші жағынан эмоцияға негізделген мәжбүрлеу тетігіне айналуы мүмкін. Сарапшылардың пікірінше басты міндет эмоция мен әділет арасында тепе-теңдікті сақтау. Қоғам үшін ең тиімді жол айыптаудан бұрын талдау, қысымнан бұрын диалог.